Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Анар Елемесқызы. Бүгін біз өте дәмді, тойымды, әрі тез жасалатын, 5 минутта жасалатын салат дайындайтын боламыз. Алдымен осылай қиярымызды жуып алып, екіге бөліп, оны ұзынша етіп турап, ыдысымызға салатын боламыз. Одан кейін тауықтың төс етін алып, оны да алдын ала қайнатып аламыз. Дәл қияр сияқты оны да ұзынша етіп турап, ыдысымызға саламыз. Мінекей, енді келесі кезекте бізге 3 жұмыртқа да жарайды. Оны да алдын ала қайнатып, сыртын тазалап аршып, жұмыртқамызды да дәл солай ұзынша етіп турап, ыдысымызға салатын боламыз. Кейін осы консервідегі жүгері, барлығы емес, жартысын салсаңыздар да жарайды, қыздар. Осыдан кейін тұзымызды және бұрышымызды салып, қаймақпен немесе майонезбен араластырып, дастарханға, қонақтарға ұсынсаңыздар болады, қыздар. Өте тойымды, дәмді, әрі тез жасалады, қыздар. Рецепт ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Анар Елемесқызы.